Windows 10-да скриншот жасау үшін Shift, Windows және S клавишаларын бірдей басамыз. Яғни осы клавишаларды бірден бассақ, біз скриншот жасай аламыз. Мысалы, бізге көптеген жаңалықтардың арасынан мына бір жерді кесіп алу қажет. Ол үшін жаңағы айтқан Shift, Windows S клавишаларын бірдей басамыз. Осы кезде бізге кесіп алу түрінің 4 түрі көрсетіледі. Яғни өзімізге керегін таңдаймыз. Бізге 4-шісі керек. Кесіп алу үшін мышканың сол жағын басып тұрып белгілейміз. Және ары қарай осы кесіп алғанымызды Word-қа қойсақ болады. Ол үшін Ctrl-V-ны басыңыз. Немесе егер сіз WhatsApp-пен немесе Telegram-мен сөйлесіп отырсаңыз, оған тікелей жіберсеңіз болады. Яғни сообщение деген жерге барып, Ctrl-V-ны басамыз және отправить дейміз.